Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта сен сын есім туралы алдыңғы сыныпта алған біліміңді пысықтайсың. Енді оқушым, сын есім туралы бейнефильм тамашалайық. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішімін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ті, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Керемет! Бейнефильмді тамашалап, сын есім туралы көптеген түсінік алдық. Ендеше оқулығымызды ашып, 61-ші бетіндегі 45-ші жаттығуды орындайық. Мәтінді оқып шық. Сұрақтарға жауап беріп, сын есімдерді тауып көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Сауатты әрі көркем жазып үйренеміз. Енді өзіңді тексеріп көр. Мәтінде Жамбыл Жабаев пен Сүйінбай Аронұлы туралы айтылған. Дұрыс, керемет. Ал сын есімдер қасиетті және мәуелі сөздері. Сенің де жауабың дәл осындай болса, жарайсың, керемет. Енді оқушым, 62-ші беттегі 46-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көркем жазып, сын есімдерді тауып, астын-сыз.
Ал енді оқушым, өзіңді тексеріп көрші. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны, жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Яғни сын есімдер ақиық, алтын. Екеуі де сын есім қандай деген сұраққа жауап береді. Сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Керемет! Енді оқушым, ойнайық та ойлайық. Қане сенің тапқырлығыңды сынап көрейік. Сын есімдерге зат есімді қатыстырып, тіркес құрап жаз. Дарынды бала, мысалы. Әрі қарай өзің жалғастырып көрші. Ал енді өзіңді тексеріп көр. Дарынды бала, үздік орындаушы, алғашқы ұстаз, әсем қала, талапты оқушы, ашық есік, асау ат, кенже бала. Сенің де жауабың дәл осыған ұқсас деп ойлаймын. Егер осылай болса, онда сен кереметсің, супер. Сонымен бүгінгі сабақтан алған әсеріңді мұғаліміңмен бөліс. Енді үйге тапсырма 48-ші жаттығу. Пішіндерге сәйкес әріптерді қойып оқы. Осы сөзді, сын есімдерді пайдаланып, сипаттап көр. Бүгінгі сабаққа қатысқаныңа өте ризамын. Жарайсың, сау бол.